Ойбай, таң атып қалыпты ғой. Қой тұрып, тамамын әзірлейін. Бұл үйде менімен сырласатын адам да қалмапты ғой. Жақсы. Жайлап өмірімізді сүрерміз. Тоңазтқышта не бар екен? Немене мен жемейтін тамақтар екен. Қой өзім продукт алып, бірнәрсе пісіріп жейін. Тез барып келейін. Баламды қалжақтан сұрап тұру керек еді. Бірақ келін жақтыртмайды ма екен, Сұрайын ба екен, қалжақтайын. Сұрамай-ақ қояйын ба екен. Так, мына кілтпен жауып кетейін. Мына жеріне ақшасы несі? Тоқта. Мына ақшалар кімдікі? Балам мен келін қылдырып кеткен сияқты ғой. Қой құрсын, тағы келін менен көріп жүрер, ұрлап кетті анау деп. Тез апарып берсем немесе алып кетсе болмас. Қазір мен баламның телефонын шалайын. Кел отырайық. Түсінбедім, мына жерім бәрі неге дайын? Мен таңертең ерте тұрып алып осы жерге бардым, бұрандап қойғам. Не заказ беру керек? Кел отырсаңшы. Отырмын ғой. Кім ол хабарласып отырған? Достарым ғой. Алло, қазір кейін хабарласам. Достар, міне біз өзіміздің қонып жатырған отеліміздің ең астыңғы қабатындағы осындай керемет бір мейрамханаға келдік. Міне осы тамақтарымыз бар. Міне, бұл менің күйеуімдікі, Пончик. Енді ол өзі көп тамақ жегісі келмей, сондықтан осыны ғана заказ берді. Сол, ал бізге ас болсын, сіздер тамақ жеп отырсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Ал кеттік. Мен Пончик заказ берген жоқпын ғой. Кішкене шынайы болсаңшы. Ой, қойш, кім қарап жатыр дейсің? Жоғын шынайы болған дұрыс қой деймін де. Ой, қойш, не болды? Қазір монолог оқып кетерсің. Жоқ, жай. Бұл чекішті тамамыз. Не ас болсын? Кім енді ол? Тыстаршы телефонды. Қазір. Кім деймін? Мамам ғой қазір. Сөйлеспей-ақ қойсам болмай ма? Отыршы, тамамыз асықпай, шек. Жақсы, бақырмашы, енді қасымызда адамдар отыр ғой. Маған бәрібір. Ұстамашы телефонды. Енді ұстамашы, мен жақсы көрсін ұстамашы. Не де береді ол сенің анан? Жақсы болып бақырмашы. Ой, мұна санарғылықтар не істейді дейсің? Түсінбедім, қарындас, қайдағы санарғылық? Кешір, сен қалқан қылық екенсің ғой. Ойбай, өзіңізге қарап алыңызшы. Қарамайым. Жатпадым ана бөлмеңде теледидар қараған жақсы көруші едің ғой. Отырыстарын қараш, бір түйір шай мен ақшаларын жоқ па не? Әлде сендерге садақа қылып ақша берек пе? Берек пе, Ержан? Ой, Аян. Қойшы енді болды. Түсінбедім, Ержан дейін кім? Бір Инстаграмда подписчигім ғой, не болсыншы мұндай? Жоқ, жай іште. Просто егер мен саған басқа бір қыздың есім атап қалсын, бұл қызғанып та шыға келесің ғой. Бізде қызғанып болмай ма? Жоқ, болмайды. Қарындас қызық екенсіз. Жаппыңызшы аузыңызды. Болды, қыз, доғар. Бір емескеміз қоймайын деп жатырсың ғой. Ойбай, айналайын. Көкпері, сен өзің жайғасып отыра бер, жүре ма? Ұстап алған түрін қараш, шайнекті. Ұстамасымен берсінші бар, анаған. Ұстап көрсін. Құрсыншы, кетекші. Жеп кетекті ысырап қой. Маған ысырапты айтпашы. Маған бәрі бір. Тіпті төге де салам. Жақсы.
ақшасын төлеген шығарсың да. Төлемедім, қайдағы ақша? Мен төлем керек пе, өзің төлейсің. Жарайды, жүр. Басқа жерге барайықшы. Көреміз. Қалай, әдем болып тұрмын ба? Әдем болып тұрсың. Жүр, кеттік онда, барып қыдырып қайтайық. Жүр. Айтпақшы. Мына ұста. Неге мен ұстаймын? Ту ұстасаңшы, ұстаған келмей ме? Әкелші онда. Жақсы, кешір. Жүр тез. Қазір қаламыз. Концерттен ба? Әрине. Мен ең сүйікті концертім ғой. Осыдан қалсақ, мен сен ренжіп қаламын. Тез болшы. Сосын билеттің ақшасын төледің ба? Мен ұмытып кеттім, қазір төлем. Болсаншы енді, ұят емес пе? Ужас, өзіміз салақ сияқтымыз, как будто. Ол билет қанша? Так, 30 мың 60 мың болады ғой. Немене? 60 мың теңгеге біз концертке барайын деп отырық па? Не болды? Жай ғана теңге ғой. Соншамадай ақша мынандай етіп бақырған нес? Немесе мені қыдырғың келмей ме? Жақсында өзім бара берем. Жақсы. Жүр, жақсы. Тез төлеп қой. Болшы. Қазір қаламыз. Жүр, тез. Қазір мен айтып кетейін. Немене айтасың? Енді бір кіріп кетсе, кілтеме кеттік қой. Жарайды, тез болшы. Достар, міне біз қазір қыдыруға кетіп бара жатырмыз. Кешіріңіз. Біз бір жақ кетіп бара жатырмыз. Біздің комнатаға қарап қоясыз ба? Иә, әрине. Үлкен рахмет. Қазір кешке қарата келіп қалармыз. Жарайды. Жақсы қыдырып келіңіздер. Көп рахмет. Осы бауырым қателесіп жүр ау. Сол айтам, жартандан қателескен ау. Иә, әйел де өзінше. Соны айтам, біз демейсің бейді. Мен осы бауырымды қатты аяп кетем. Неменеге? Түсінбеймін, мен туралы айтып жатыр ма? Бауырым, біз сен туралы айтып жатып берейінші. Мынау не? Сөмке. Жоқ, немене әйелдің сөмкесін ұстап алғансың? Болмай ма ұстауға? Жоқ, бауырым, сен өзің түсінесің бе? Сен әйелден қорқатын сияқтысың. Жоқ, қорықпаймын. Оны не подкаблучник құсап жүрсің? Подкаблучник? Подкаблучник деген әйелін айтқанда шаумайтын ер адам ғой, еркек былайша айтқанда. Сен түр десе түрің бар, бой десе бойың бар. Әйелді мына жұдырықта істеу керек қой. Сен әйеліңді өте басынға шығарып жібергенсің, көрініп тұр. Мен де өзім әйелмін ғой. Мен бірақ өзімнің ер азаматына сыпайылықпен қараймын. Сен әйелің сияқты есіріп кетпеймін негізі. Өзің анам бар ма? Бар. Ол кісі қазір қайда? Үйде. Сендер оны бөлек тұрасыңдар ма? Енді әйелім... Сен қазірден әйелінің барлығы айтқан істеп жүрсің, бірақ ананың бір айтқанын орындадың ба? Анамды бір жаққа қыдырттың ба? Анамды... Жоқ. Міне көрдің ба? Ал анан бала кезінен бері сен бағып қағып өсірді. Ал өскен кезде сен рахатында көрейін деп жүрген қызы осы ма? Бауырым, жартандан қатты қателесіпсің. Енді шешім өзінде, біз жай ғана себепшіміз ғой. Өзің жақсылап ойлан. Бауырым, асықпа. Өмір әлі алда. Той болсашы немене? Созылып кеттің? Уақыттас, қазір үшеуімен фотосессия бар, өмір тез жиналшы. Қайдағы фотосессия? Түсінбедім. Немене бақырып жатсың? Бақыруға болмай ма? Болады. Не болды соншамадай? Үнді шығарсаңшы. Айқайлауға келмедің ғой. Қысқасы, Дана, біз ажырасамыз. Немене? Сен не айтып тұрсың? Қайдағы ажырасу? Біз ше... Ой, қош, как будто сен күшігін сияқтым, әлі бері жүретін. Мен саған кіммін өз? Мен шынымды айтайын. Дана, мен саған күйеу емес сияқтым. Қалай? Біз заңды түрде үйленген жоқпыз ба? Үйлендік. Бірақ мен тек саған ақшам керек, мен емес. Қыдырғың келіп тұрады, ақша сұрағың келіп тұрады. Тіпті мен сен үшін анамнан бас тарттым ғой.
Қалай түсінбейсің, Дана? Ей, Аян, сен қайсында ананың сөзін сөйлеп тұрсың ба? Я, анамның сөзін сөйлеп тұрмын. Мені бағып қағып өсірген сол кісі. Ал үйленгенде сен мені бағып қақтың ба? Біраз істедің ба? Тамам пісіріп бердің ба? Жоқ. Мен қатты өкінемін саған үйленгеніме. Кешір. Біз бақытты бола алмаймыз. Немене? Аян, ренжіме. Қазір мен киімді жинаймын да кете салам. Сен де өз жолыңмен кет, сау бол. Ей, Аян! Не болып кетті өзі? Анашым. Ей, түсінбедім. Балам, сен мына не істеп жүрсің? Дана қайда? Мам, мен бойдақпын. Ей, сен несін дұрыс па? Қайдағы бойдақ, сен не айтып тұрсың? Мам, мен Данадан бір жолата құтылдым. Отырыңызшы, айқайламаңызшы. Ей, балам, түсінбедім. Мам, өтініш, мені кешіріңізші. Мен істеген әрбір ісіме өкінемін. Мен Данаға үйленіп уже өмірімнің барлық құртылды. Кезінде оны бұлай жұдырық тастауым керек еді, басыма әбден шығып кетті. Өзім күшік құсап жүрдім. Ал істі мүлдем ұмытып кеттім. Мені кешіріңізші, мам. Қалай жазаласаңыз өзіңіз біліңіз. Мені кешіріңізші. Мен сізбен бірге тұрамын. Сізге барлығын алып беремін, сізді қыдыртамын. Балам-ау, мен саған деген ешқандай ренішім жоқ. Ең бастысы сен аман болсаң болды. Ана деген тек баласына сондай мейірімділікпен қарайды ғой. Мен саған ешқашанда ренжімеймін. Ең бастысы сен аман бол. Жоқ, мам, ең бастысы аман болыңыз. Сіз ауырмасаңыз, мен де жүрегім ауырмайды. Ой, балам-ау. Дер кезінде қатеңді түсініпсің. Оған да шүкір. Мам, енді барлығы жақсы болады. Ең басты екеуміз де Дананы ұмытсақ болды. Әрине, балам, әрине. Енді сен ер жеттің, шешімді өзің қабылдай аласың. Мен сені ешқашанда қинамаймын. Мама, осындай қолдауыңызға көп рахмет. Мен сізді қатты жақсы көремін. Мен де балам, мен де сені өте қатты жақсы көремін.